Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 71-ші сабақ көбейтудің үлестірілімдік қасиеті есептер шығару. Бірінші тапсырма есепте. Бірінші тапсырмада мына 3 санды, ортадағы санды шет-шетіндегі сандарға көбейту. Бірінші. 3-ті көбейтеміз 70-ке. 3 жердегі жетім 21, яғни 210. 210. 3-ті көбейтеміз 40-қа. 120. 3 жердегі 4-ім 12. 3-ті көбейтеміз 90-ға. 270. 150. 240. 3 жердегі 6-ым 18. 180. Келесіде 4-ті көбейтіп шығамыз. 280. 160. 4 жердегі 4-ім 16. 160. 4 жердегі 9-ым 36. 360. 4 жердегі 5-ім 20. 200 болады. 4 жердегі 8-ім 32. 320. 4 жердегі 6-ым 24. 240. Келесі 5-ке көбейтіп шығамыз. Өте оңай. 350. 200. 450. 5 жердегі 5-ім 25. 250. 5 жердегі 8-ім 40. 400 болады. 5 жердегі 6-ым 30. 300 болады. Енді келесі ұзындығы А, ені Б болатын тіктөрт бұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен тап. Яғни, периметрі дегеніміз, периметрінің формуласы π тең А қосу Б көбейту 2. Енді бізде А мен Б-ның мәні белгілі. Периметрін табатын болсақ, 4-ке 2-ні қосамыз 6, 6-ны 2-ке көбейтеміз. Бәрінде 5-ке 2-ні қосамыз, 2-ке көбейтеміз. 6-ға 2-ні қосамыз, 2-ке көбейтеміз. 10-ға 2-ні қосамыз, 2-ке көбейтеміз. 8-ге 2-ні қосамыз, 2-ке көбейтеміз. Бұл жерде біріншіміз 12 сантиметр, 14 сантиметр, 16 сантиметр, 12, 2-ке көбейтеміз, 24 сантиметр. Келесіміз 20 сантиметр болады. Келесі тапсырма. Сенбілік күні қаладағы әр мектептің ауласына 5 шырша және 4 қайың отырғызылды. Қаладағы 30 мектептің барлығына қанша ағаш отырғызылды? Бірінші шартын жазатын болсақ, мектептің ауласына 5 шырша және 4 қайың деп аламыз да. Қаладағы мектептің барлығына қанша ағаш отырғызды? Барлығы деп сұрақ қоямыз. Шартын сұрап атқан кісілерге. Енді шешуі 5 шырша қосу 4 қайың тең болады барлығы 9. Енді біз 30 мектептің барлығын табу үшін 30-ды көбейтеміз 9-ға тең болады 270. Бізде барлығы 270 ағаш отырғызылды. Келесі. Гүл өсірушіде 80 таушымылдықтың 240 раушангүлдің көшеті болды. Олар әр жәшікке 40 түптен бөліп салды. Оған қанша жәшік қажет болды? Енді бұл жерде 80 таушымылдық, 240 раушангүл болды. Және 40 әр жәшікке 40 түптен бөліп салды. Оған қанша жәшік қажет болды? Яғни біз шешуін жазатын болсақ, 240 көбейту қосу 80 тең болады 320. Енді 320-ны бөлеміз 40-қа. Бөлеміз 40-қа тең болады 8. Яғни бізге барлығына 8 жәшік керек екен. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлше, олардың ауданы мен периметрін тап. Енді бізде сіздер кітаптан көріп өлшеп жазасыздар. Енді бірінші ауданын табу үшін, бірінші тіктөртбұрыштың ауданы S тең 3 көбейту 2 тең болады 6 сантиметр квадрат. Периметрін табамыз. Пи тең
3 қосу 2 жақшаға аламыз, көбейтілген 2 тең болады 12 сантиметр. Келесі, мына келесінің ауданы S тең 4 көбейту 2 тең болады 8 сантиметр квадрат. Периметрі тең 4 қосу 2 көбейту 2 тең болады 16 сантиметр. Енді үшінші шаршының ауданын табамыз. S тең 3 көбейту 3 тең 9 сантиметр квадрат. Пи тең периметрін табамыз. Үшінші шаршымыздың қосу 3 көбейтеміз 2-ге тең болады 18 сантиметр. Келесі тапсырма 6-шы есеп. Бұл жерде өте оңай. Қосу және азайту амалдары берілген. Сіздерге тек есептің мәнін айта кетейін. Бірінші есепте 300, екінші есеп 400. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз, содан кейін барып сыртындағыға қосамыз немесе аламыз. Үшінші 522, төртінші 149, бесінші 504, алтыншы 232. Келесі есептің мәні тек теңін айта кетейін сіздерге. 500 грамм, 100 грамм, 480 грамм, мына жер 8, 480 грамм. Келесі 63 килограмм, 270 килограмм, 900 миллиметр. 360 сантиметр, 560 метр, соңғысы 200 миллиметр болады. Келесі, бағбанның көшет өсіруге арналған қияр, гүл және түймедақ деген жазуы бар 3 жәшігі болды. Келесі анық етіп көрсетейін. Бұл қиярдың, гүлдің, түймедақтың тұқымдарын сол жәшікте отырғызылды. Бірақ олардағы жазулар дұрыс емес болып шықты. Түймедақ деген жазу бар жәшіктен не өсіп шығуы мүмкін? Әрине, түймедақ деген жәшіктен бізде гүл өсіп шығуы мүмкін. Түймедақ дегеніміз гүл, сондықтан гүл өсіп шығуы мүмкін. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.